Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге қате тапсырылған 250-ші декларация отчетін қалай кері қайтарамыз, яғни отозвать етеміз, сол жайында сіздерге видео түсіретін боламын. Ол үшін жоғарыда тұрған мына жерде войти батырмасын басып, өзіміздің ECP ключіміздің ауыз форматымен кіріп алатын боламыз. Осы жерге өзіміздің аты жөніміз шығады. Одан кейін барып форма налоговый отчетность, журнал форум басамыз. Найти батырмасын басамыз. Бізге мінекей мына тұрған 250-ші декларация, осыны біз отозвать ететін боламыз. Осы жерде мына действие деген жерде уведомлениесі бар, соны ашып аламыз. Осы жерден қараймыз, міне осыны бізге отозвать ету керек. Бұл жерде бізге керегі, осы жердегі данныйлар керек болады. Мына жерде мынау регистрационный номер. Енді не істейміз? Налоговое заявление. Осы жерде астына түскенде отзыв налоговой отчетность. Осыған кіреміз. Страница 1. Бұл жерде аты жөніміз, барлық данныйлар шығып тұрады, иніміз. Енді мына жерде бірінші страницаны толтыратын боламыз. Код налоговой отчетность. 250 00. Келесі налоговый период. Бізде налоговый период, мына жерден қараймыз. Қай периодта отозвать етеміз, соны қараймыз. 2023. Мына жерге жазамыз 2023 деп. Енді вид налоговой отчетность дейді. Мына жерде барлығын көреміз. Первоначальная. Первоначальныйға белгі қоямыз. Келесі мына жерде регистрационный номер деген жерге копировать етіп, мына жерге әкеліп қоятын боламыз. Енді келесі астына түскенде 4-ші раздел дейді. Бізде бұл жерде не үшін кері қайтарып алып жатырмыз, соның себебін жазамыз. Мына жерде D. 4-ші разделдегі D-ны қоятын боламын. Және астына 5-ші 5-тегі D нұсқасы налоговый форма не указан налоговый период дейді. Осыны белгілеп кетеміз. Келесі страница 2-да біз бұл жерде мына астына түскенде разделде код орган государственных доходов. Сіз қай УГД-ға жібересіз, соны жазатын боламыз. Мына жерден қараймыз. УГД-ны. Мына жерге цифрын жазсаңыз, өзі тауып беретін болады. Таңдаймыз. И проверить заполнение. Ошибок нет. Отправить в УГД. Файл таңдаймыз. Және RSA ключімізбен қол қойып отправить етіп жіберетін боламыз. Пароліміз жазамыз. Отправка успешно завершена. Енді бұл тапсырған налоговый отчетты қайдан қараймыз? Форма налоговый отчетность, журнал форумға кіреміз. Найти батырмасын басамыз. Мінекей 250 первоначально бізде жаңағы отозвать еткен отчетымыз. Отозвана болып тұру керек. Одан кейін барып қайтадан 250 форманы декларацияны тапсыра берсеңіздер болады.